Ассаламу алейкум. Бүгінгі видеода осындай майлықтарға арналған әдемі декорды жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Алдымен бізге осындай заттар қажет болады. Лента, осындай гүл қажет болады, ыстық клей, қайшы және де люверс деп аталады. Бұл пердеге арналған зат, осындай арнайы фурнитура магазиндерінде сатылады. Осы гүлдеріміздің өзімізге керек жерлерін, жапырақтарын гүлдерінен қиып аламыз да, люверсімізге ыстық клейдің көмегімен лентамызды айналдыра отырып клейлеп шығатын боламыз. Өзіңізге ұнаған гүлді, әртүрлі лентаны қолдансаңыздар болады. Неше түрлі лента бар, жылтыр ленталар да бар. Енді ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Гүлімізді лентаның арасына ыстық клейдің көмегімен осылай орап, жабыстырып отырамыз. Міндетті түрде арасына жапырақтан да қосуды ұмытпаңыз. Бұндай декорларды жасау өте оңай. Барлық қыз-келіншектердің қолынан келеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте әдемі, дастарханыңызға көрік беріп, сән беріп тұрады. Осылайша соңына дейін гүліміз бен жапырағымызды араластырып отырып, ыстық клейдің көмегімен лентамызды әдемілеп, осылай айналдырып, соңына дейін айналдырып шығамыз. Қазіргі кезде осындай декорлар өте сәнде, сондықтан қыздар, келіншектер осындай декорларды үйреніп, өзіңізге қосымша табыс ретінде кәсіп бастауыңызға да болады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Себебі менің парақшамда барлық қыз-келіншектерге қажет, пайдалы видеолармен, ақпараттармен бөлісіп отырамын. Соны жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осымен әдемі біздің декорымыз дайын болды. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Достарыңызға, таныстарыңызға осы видеомен бөлісіңіздер. Дастархандарыңыз әрқашанда көңілді, әдемі, берекелі, шуақты болсын деп тілеймін.